Милет телеканалында хаберлер, студия Дельмасы Блакимова. Ассалям алейкум, вешімдікі дақыға бойле мәлімат. Большая перемена адлы тедбір халқара бала мерkezінде конкурсының сонки басамағы башланды. Графиклер декабрның 2021 недежева етмесі мүмкін. Сергей Аксенов Ахмеджетнің суынен темелік меселері бойынша топлашув кечірді. Медени асабалық объектінде алып барған боздық yollar. Ахмеджеттеки Петровская Балка адлы микрорайонында yollar не заман тамир етілежек. Бұтын мемлекеттен 1200 мектеп талибесі Большая перемена адлы Бұтын Россия конкурсының финалына кечтілер. Бұл Россия страна возможности адлы президент платформасының лейқасыдыр. Сонки басамақының ачылығы артекте кечті. Бүгін конкурс iştirakçilerine видео бақвастасының Владимир Путин мұражат етті. Ғалиплерінің адлары не заман белі олажақ, оларының насыл мүкафатлар беклей. Жаваплар бізім левқамызда. Yüzlerinde huvanç көтерінкі рух, драйв ve хош duygular. Тедбір açılған күні Артек аренада яш ержі ve çalgıcılar «Успех за тобой» adlı müzikalını sanalıştırdılar. Baş kahramanlar Большая перемена adlı yarışının finalına çıkan gençler gibi arzularına eminlikle adımlaylar. Большая перемена конкурсы Русияның күчлü мектеп талебелеріні бірлештірі. Россия страна возможностей адлы президент платформасының лейха олған конкурсының чоқ бекленілген финалы Артекте кече. Финалға етмек ағыр олды. Бұның үшін бұйық іш бежерілді, дей Сабина Саакян. О Курск шерінден келді. Мы все настроены здесь на победу. У меня есть определенные цели, которым я придерживаюсь, и выкладываюсь каждый день на все 100%. Мақсаткар ve istidatlı talebелер келечекнің şehrini yaratmak üzerinde beraberlikte çalışacaklar. İş 6 yönelişte alıp barılacak. Tahsil, emildarlık, sanat, урбанистика, волонтерлық ve sağlam yaşayış tarzı. Каждый вопрос, который задавался, он вполне был достаточно для того, чтобы обсуждать его час-полтора. И я думаю, что было бы, я точно понимаю, что было бы интересно мне, и я надеюсь, что было бы интересно ребятам. Финалға чыхан яшларға Русия Федерациясының президенті Владимир Путин видеобақ вастасының мұражат етті. О қайдетті ки 21 асырда ярышлар инкишаф етмелері үшін ән яқшы имкенларны яратмақ керек. От этого зависит будущее России, ее успехи и достижения. Вот почему так важно, что большая перемена предоставила вам уникальный шанс показать наиболее яркую сторону своих способностей и мастерства. Самим выбрать творческое задание, рассказать о своих проектах и идеях по самому широкому спектру направлений. 9-10 sınıflarda okuğan 300 talebe ve 11 sınıflarda tahsil alған 300 yaş. Galiplerinin adlarını noyabrның 3'ünde ilan edecekler. Mezunlar 1 milyon ruble miqdarında para mükafatını elde edecekler. 9-10 sınıflarının talebelerini 200 bin rublelik mükafatını taqdirleyecekler. Konkursun finalına çıkan hepsi talebelerge Artekte atlanmak için yollanmalar verecekler. En yaxşı 20 mektep ise 2 milyon ruble elde etebilecek. Sultaniye Bakal, Sevilla Memetova, Millet üçün, Ялта. Ахмеджетте бүгін задекянлар топлашуының еві реставрация етілвінден сон açıldı. Енді оқыры Медениет, санат ve туризм университетінің қысмы ола жақ açылып тедбірі насыл кечкен ақта бізім левхамаз. Оркестр музыка ижра еткен вақыт Жұмхуретіміздің yolбашчысы Сергей Аксенов ve Қырымның Медениет везірі Арина Новосельска тантаналы шекілді қызыл шеретні кесиялар. Бөле етіп задекенлар топлашуының еві реставрация етілівден сон açıла. Культура должна развиваться. Мы сами знаем, что культура зачастую сильнее вооруженных сил, эффективнее прорывает различные блокады. Поэтому будем двигаться вместе, друзья. И поздравляю всех с появлением в Симферополе такого замечательного, уникального объекта архитектуры. Қырым Женкі дәвірінде 19-шы асырдың орталарында. Бұл бинада Арби госпиталь ерлеші еді. Инхляптан сон мұнда китапхане ерлештірілді. 2009-шы сенесі о яны бинаға кечті. Ве бина бош тұрды. Енді реставрация етілген медени объект Қырым Медениет, санат ve туризм университетінің
200 студенты için өз капыларыны ачты. Мында студентлер хореография ve дизайн фенлери боюнча уч аудиторияда билги алачаклар. Эр бир одынын мейданлыгы 200 квадрат метрге якын. Вы видите, зал оборудован современными станками, современным покрытием, амортизирующим, противоскользящим. Бу хореографик зал. Студентлер тәҗрибели устазлар реберлигинде өз билгилерини артырачаклар. Бузе оюнлар залы. Бир вакытлары мында кавалерлер мухташем антерлер кийген ханымлардан биреберликте оюнларда айлана иделер. Ишлер федераль максатлы программа боюнча алып барылды. Бюджет 140 миллион рублей. Мутехассислар бинаны тамир эткен вакыт онын илк көрүнүшүн саклап калмага тырыштылар. Отреставрировано хорошо, качественно, очень теплые классы, правильные балетные полы, там, где это необходимо. Ну и роскошный наш торжественный зал. Мне кажется, что самый красивый зал в Симферополе. Кырымда абиделер текленилүүбү üzerinde иш девам этмекте. Якын вакытта зиярətçiler үчүн да бир медени объект Карылхачылар ювасы ачылачак. Сабина Дениева, Эрвина Миралиев, Милет үчүн. Су берилүүбүндө сценарийлар эң мушкул сценарий боюнча 2021 сененин декабрь айына девам эте биле. Бу акта Ахмеджет Бакчысарай ve Ахмеджет районунун суу маселелерине багышланган топлашууда Кырымдын жол башчысы Сергей Аксенов билдирди. Посмотрим, как будет дальше с погодой ситуация развиваться. Но, тем не менее, готовы к худшему. Договорились еще раз, говорю, графики пока прогнозируем мы. Я говорил уже об этом не раз. Пока что до декабря 2021 года планируем выйти из всех графиков. Это в самом худшем варианте. Я говорю еще раз, если ни одной капли воды не будет. Bundan gayrı Сергей Аксенов да sıcak етіп бармаған evlerine салы күнінің ақшамына же қыздырып башламаға ve sıcaknen талап етті. Мескен коммуналь қожалық везері Дмитрий Черняевның малыматына көре Жумхуриетте енді 700-ге якын котельне çalışа. Ноябрьнің 3-інде қалған 206-сы да çalışып башлайжақлар. Петровская балка bu Ахмеджетнің жүнеби шархи қысмы. Бұл районда пек чоқ адам яшай. Районның ады енді чоқтан ярама yollar демекні ifade етті. Мұнда Неапольскийский адлы медени асабалық объекті ерлеші. Ама туристлерге мұнда етіп келмек пек ағы. Райондаки yollarның вазиеті аққанда невбетте келіп хамас. Қаранлық, қырлы, бозуқ, соқақ yolları. Олар шер қызметлерінің дихатындан ұзақ қала. Ерлі сәкенлер Петровская балка деген ер ақта өзлері бойле дейлер. Айдавжылар мұнда арабаларының мұхайтлық нен айдалар. Чүнке ақ салда бойле кезінтіп палыға түше біле. Я бы не советовал, скажем так, водителям там передвигаться по этим улицам. Там заложниками ситуации, конечно, становятся люди, которые там живут. Им как бы у них выхода нету другого, чтобы передвигаться где-то иными путями. Вот. Но сколько я себя знаю, дороги там никогда не было нормальной. Ну, просто никогда. Вот если спуск в балку брать, там дороги вообще в принципе никогда не было. Ну, люди как вот накатали, сами ездили. Ну а там дальше везде так. Ну, даже по Досычу, если проехать, то же самое будет. Яхын ерде шернің əsas туристик объектлерінден бірі ерлеші Неапольскийский. Бускефлерден қалған девлетінің пайтақты олған Хадими шернің қалымтылары. Бұ ерге алып келген yollar бақылмаған алда. Кірішке етіп бармақ үшін яда машинаның телекеге оғратмақ керек, яда тозлы кірлі веташлы yollardan пияде кетмек қала. Бойле сияхаттан сон хошты суратлар қалмасы шубелі. Дорога, честно сказать, очень ужасная. Такое чувство, что она реально с тех времен осталась. То есть, ну, машину жалко очень. Ахмеджетінің мемориетінде меселе ақта білейлер. Микрорайонда yollarının капиталь тамираты келечек сенеге планлаштырылды деп хабар еттілер. Султане Бакал, Илья Кутузов, Арсен Фукала, Миллет үчүн. Пенжерелер, телер, вентиляция ve суның темелі системаларының денештұрылығы. Кефе округның 30 көйінде медениет еві реставрация етілі. Бұл ең бұйық объектлерінден бірідір. Оның менданлығы 4000 квадрат метрден зияде. Ишлер не заман екенлейдегі ақта бұзым левхамас. Здание обшарпанное, крыша потекла, пятна просочились. Очень некрасивый вид. Туфан диварлар ве хош хатырлавлар. Ерлі сәкин Виолетта Гривнак медениеті ві ақында бойлей сөзлер айта. Ама эски бина енді чоқтан хазаялда болуна. Очень рады, что наконец-то начали ремонтировать Дом культуры, потому что действительно и потолок течет, и дети дышат этой сыростью, пылью. То есть, как бы, я считаю, что это только будет на благо всему поселку.
Тыш хызметчи объекти октябрьнын ортасындан берли чалыша шымдыбина демонтаж этеле ве ички одалар капиталь шекилде тамерлене. Пенжерелер, теллер ве аваланув системасы денештириле. Реконструкцияға эмде яны ок коруныш ве территория баналаштырылыву кыре. На сегодняшний день трудится от 21 до 24 человек на объекте, пока идет демонтаж. Вот. Ну, дальше двигаются согласно графика работы. Медениетовыны тап 1981 сенесі құрғаны дейлер. Бұ эн бұйук объектлерден бірідір. Бинанын мейданлығы 4000 квадрат метрден зияде. Штат бойынша мұнда 22 хадым чалыша. Мұнда 400-ден зияде ерлі сәкін келіп, әглене. Клубта 22 төгерек ве секция чалыша. Тамир кечірілген вақыт хадимлеріні дегер биналарға кечірдейлер. В прошлом году были подготовлены, произведены работы по установке котельной в этом учреждении. И вот сегодня мы готовимся уже к второму этапу, то есть это капитальное строительство, замена окон, отопление, система водоснабжения. Бинаны федераль мақсадлы программа бойынша Тамир этейлер. Ишлерге 105 миллион рублей айырылды. Реконструкцияны 2021 сененің сонында екінленмеге ниетленелер. София Шукурова, Севиля Меметова, Виталий Голубев, Миллет үшін Кефе. Қырым пайтақтында жема территорияларының абаданлаштырылуы девам етмекте. Москальцу районында сквернің реконструкциясы сонки басамақта. Профсөзлерінің медениет сарайы янда тамир ішлері толу шекелде алып барыла. Ішлер онайтлы шер мұйтының яратылуы адлы девлет программасы черчевесінде алып барыла. Боқта Гузель Мамбетованың левхасы. Профсоюзларның медениет сарайы янында тамир ішлері да юкенленмей. Ама яңы паркның көрініші әнді яваш-яваш пейда ола. Бұл ерде көпеклерінен кезінмек үшін ерлер олacak. Яңы бала ве спортив мейданлары яратылacak. Экстремаль спорт авескерлары үшін есе мини-скейт парк ерлештірілежек. Виктория Булавина бұл ерге сық келіп, мұнда бош вақтыны досларынен кечіре. Бөле дәңішмелерге қувана. Ама чоқ еллар девамында оскен тереклер пычыловына қаршы чыка. Насаждений в городе и так мало, а если их станет еще меньше, то где можно будет гулять? И воздух и так не очень у нас хороший в городе, тем более рядом дорога. Бұл қысымнан мудира айтқанына көре тереклерінің чоқысы құрыған вечтен чүріп башлаған. Олар мында келгенлер үшін хафлы олмасы мүмкін. Проведена дефектовка деревьев. Максимально все деревья живые, оставленные, не вырубаются. Будет проводиться вырубка только санитарная в основном. Количество деревьев, которые будут санитарная вырубка и обрезка, порядка 70-80. Лейха бойынша мында яңы өсімліктер сачылacak. ДКП сарайы янындаки шадырванлар есе ратлық зонасының декатқа лейх эсас ері олacak. Оларны реставрациядан ве модернизациядан кечкен сон мында ышық кечірілежек ве музыка яңғырacak. Абаданлаштыру ішлеріне тахмінен 200 миллион рублей айырылды. Бөле дегіншбелер башқа паркларда да бекленіле. Киевская соқағында Москальцо янындаки сквер әбдіңі шешчілер әнді соқақ фенерлері үшін электрик кабельні чектілер. Ечетлеріні ташнен қаладылар. Бұл күнлерде қалдырым ташыны тұшы башладылар. Умумен Қырым пайтақтында елінің сонына 8 парк ве сквер абаданлаштырылacak. Гузель Мамбетова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Қырымның театрлері өз қайделері бойынша яшай залға кіре білген серджілерінің сайысы сынырлы ұлғанына ве эпидемияға қаршы қавзызлықның дегер чәрелеріне бақмадан Қырым татар театры да бір премьера аздырлай. Сценарий темізлінуі ве айры бөліклерінің репетициясы енді башланды. Бұл әсерні серджілерге не вақыт тақдим етежеклері аққында Нәже Исаева біле. Селам алейкум, аначығым. Әрші яқша аначығым. Гример масасы башында отырған Лиана Ильясова баш ролінің ижрачысы оси барелерінің текрарлай. Театрде қыз енді 2 елдан берлі солист, вокалист оларық чалыша. Ләкин драма йонарышны өзінің яқында сына башлады. Оның үшін яны образ Лиана ханым үшін дебюттыр айта ки, әрше образға ұйғын олмалы перче, макияж ве енесасы тұйғылар. Мен яшайышта пек емшақ бір адамым, ама менің қараманым пек қатты адам. Оның үшін маға текрар қиын. Мераметлік әйві деп адландырылған бұйық саналыштыруда бұтын театрын трупасы иштирак ете. Қырым татар театрының санасына қартлар evінде яшаған эсли башлы адамларының ағыр тақдырына Набат Гасанова кечірді. Бұл мизақ драманың муалифы Эдип Эмиров. Мы здесь стараемся сочетать очень так вот
тонко юмор пожилых людей, у которых остался еще запал и желание жить, и плюс драматичная линия их собственной жизни. Они перекрывают в своем обществе, находясь в этом коллективе, они перекрывают вот эту свою боль какими-то шутками, какими-то песнями, чем-то таким национальным колоритом. Зиманивы яшашқа мевжуд меселені doğru көстермек үшін актерлар күн çalışалар. Bir parça bir kaç kereler tekrarlana, obrazlarga son incelikler koşula. Mına gel, uzun bak. Akmeç'ten geldi. Alacı, kırmızı diplomlu sahibi. Perde артында orkestrde işini toxtatmay Yunus Inanov rehberligi altında olar yana partiya ve programmalarına hazırlaylar. Teatr endi 2 yıldan beri bolya alda çalışa. Bu vaqt devamında 100'den ziyade leha ve sanalıştıruf hazırlandı. Yana mevsimde 9 spektaklinin premyerası geçti. Şimdi daha ikisi hazırlana. Onlarını seyircilerge noyabrın sonunda taqdim etmege planlaştıralar. Было, что и в нашем коллективе люди болели, и были ограничения, недопуск к работе, но потом все восстановились и вышли на работу. И, конечно же, мы задавали вопросы Министерству культуры, как же нам быть. И в ответ получили только поддержку. Yana mevsimnin repertuarı milli klasik eserlerden tolu olacak. Kırım Tatar ağız yaratıcılığı üzerinde yazılgan Altın Saç adlı spektaklini iki tilde taqdim edecekler. Noyabr'dan 3'ünde ise online formata Noç İskustv yani Sanat Gecesi adlı tedbir geçirilecek. Programmaga Ahmetxan ve Alime spektakllerinden hem de başka konser programmalarından parçalar kırsetilacak. Naciye ve Sait Velilayev, Millet için. Көсенжі пішкен вақыт Русияде бұл лезетлі мейва тек Қырымда ве Краснодар тарafındaki Қара Деңіз ялы бойларында оси. Инжир тек қадеми асыралған өсімліклерінден бірі сайла. Бусенияның берекеті насыл олacak ве мейва насыл сырларыны сақлай. Бұақта Шарқи Қырымда чықарылған Сабина Дениеваның лепқасы сейретіназ. Бахчыван Сервер Аблязизов инжир теректің пытақлары арасында көзден ғайып ола. Инжир жырмаға вақыт келді. Айта ки, күнешні пек севген ве яйдырылып тез үскен теректердің юксеклігі 10 метрге жете біле. Урожай хороший. Первый, конечно, мороз, скажем, пощипал первый урожай. Ну, второй урожай у нас отменный. Ось бағыны сервераға 20 жылдан берли бақа. Шымды оның бақчасында 100 терек бар. Олар бір мевсімде 1 тонаға яқын инжир берелер. Бұ қадар шыны өзүй жиып оламай. Оның үшін құрантасы ярдым еті. Күнешнің илк шевлелерінің сервераға ве оның торыны Ренат тереклерінің бақып чықалар. Сонра есе пешкен мейваларының жиялар. Бақ, Аня, бұл пішерек яқын. Вот, смотри, скоро созреет, да? Спелых уже не осталось, да? Сатмахтен проблем yok. Optin oğraşan satıcılar mahsulatını evden alıp keteler. Bu mevsimde Бахчыван 800 kilogramdan ziyade incir cıydı. Bahçesinde 5 sort incir ose. Bu tez bozulgan meyva. Onun için incir cıyğanda kuyruçuklardan koparmak gerek. Böyle olsa incir daha 2 gün taze turar. İncirden her bir sortu yılda 2 kere meydan vermesi mümkün. Çiçek asması görünmey. Çünkü çiçekler pıtaq içinde yerleşir. Ve meyda sankiyandan yaratıla. İncir armut ya da yürek şekilinde ola. En lezzetli bu pişken, biraz çatlağı olgan, yanı üzülgen meyvalar. Fermacı öz işini yakşı bile. Ayta ki, bahçesinde hiç bir vakit химияны işletme. Sırf kubreны бегене. Пятна бывает, если его не обработать. А как вы ухаживаете за вот этими деревьями? Ухаживать нужно, ну, в основном полив. В основном полив, ну, естественно, по осени обрезку, лишние ветки, естественно, обрезать, которые переплетаются. İncir pişkenini onun yumuşaklığı ve kokusu bildirir. Episi sortlarının meyveleri endi pişti demek mümkün. Tezden Kırım'da incir mevsimi yekünlenecek. Sabina Deniyeva, Hasan İbragimov, Millet için. Sudak. Шындыки дақаға бұл қаберлерінің етседі, келеде кейнамызны қачырмаңыз.